Мәңгі жүрегімдесің. Танымал әнші Толқын Забирова әлеуметтік желіде анасынан айырылғанын айтып, суық хабар жеткізді. Әнші бұл туралы өзінің желідегі парағында бөлісті. Бұл туралы Айқын.кз сайты хабарлайды. Анашым, жұмағым, өмір сынақ, ештеңе мәңгі емес. Кішкентай ақ періштем менің, сен мәңгі менің жүрегімдесің. Біз сені жақсы көреміз. Жаның жұмақтың төрінде шалқысын, деп жазды әнші. Желі қолданушылары әншінің анасының өмірден озуына байланысты көңіл айтып, өнер иесіне қолдау көрсеткен. Анаңыздың жатқан жері жарық болсын, иман байлығын берсін, бекем болыңыз, анаңызға қатты ұқсайды екенсіз, иманды болсын, деп жазды олар. Қадірлі көрермендер, анадан айырылу өмірдегі ең үлкен қасірет. Толқын Забирова жазған қысқа ғана сөздердің артында қаншама мұң, қаншама жүрек сызы тұрғанын сезінбеу мүмкін емес. Анашым, жұмағым деген жолдар жүректі қақ айырып, сағыныштың, қимастықтың бос қалған орынды бейнелейді. Ана тіршіліктің шырағы. Сол шырақ сөніп қалған сәтте өмірдің өзі қараңғыланып қалғандай болады. Ана кеткен үйдің іші босап қалады, үнсіздік орнайды, ештеңе бұрынғыдай болмайды. Сағынғанда тек суретіне қарайсың, түсіңде ғана көресің, ал шынайы өмірде ол жоқ. Толқынның жазғандары жүрегімізге жетіп отыр. Толқынды жақсы түсінеміз. Алла тағала анасын алдынан жарылқап жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Толқындай қыз тәрбиелеген анасына мың алғыс айтамын. Құрметті көрермендер, жақындарымызды өмірде жүргенде бағалайық, қадірлейік. Ана деген асыл жан ғой, ол жәннаттың кілті ананың табанының астында деп бекер айтпаса керек. Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да анаңның ақ сүтін ақтай алмайсың дейді. Сол үшін қоңырау шалғанда үнемі көтеруге тырысайық, жағдайын сұрайық. Аналарыңызды қадірлеңіздер. Толқынға, оның отбасына, туғандарына, туыстарына қайғыра көңіл айтамын.